Ал тағы да кино әлеміне қош келдіңіздер достар. Бүгін біз сіздермен фестиваль атмосфераның ішінде болып, қыр-сырын сезініп жүрген Еуразия кинофестивалінің тікелей қатысушыларының көзімен бөліскіміз келеді. Біріншіден, мен осында болғаныма өте қуаныштымын. Мұнда бір күн ғана болсам да, фестивальдің ұйымдастырылу деңгейін сезініп үлгердім. Комитет, волонтерлер, гидтер, координаторлар өте қонақжай және барлығы жоғары деңгейде. Фестивальдің өзі де керемет өтуде. Кеше көрермендермен кездесу ұйымдастырылып, жан-жақтан сұрақ қойылды. Ал қойылған сұрақтар түрік көрермендерінің көзқарасымен ұқсас болды. Тіпті өзімді үйдегідей сезіндім. Себебі қазақ пен түрік мәдениеті жақын болғандықтан ба, әлде кино әлемі барлығына бірдей болғандықтан ба деп ойлаймын. Менің жалғыз тілегім осында қайтадан, бірақ енді ұзақ уақытқа келу. Фильм «Қызыланар» фильмі әлемдік премьерасы ол Пусанда болған болатын. Енді Қазақстанда көрсету әлі бізге мүмкіндік туылмай жүрді де, сондықтан да осы кинофестивальдің арқасында біз қазір көрермендерге көрсетуге мүмкіндік алдық. Осы фестивальдан кейін осы фильмді біз кинотеатрларда көрсетсек деген өзіміздің ойымыз бар. Негізі енді көп рахмет осындай өзіміздің киномызды, әсіресе авторлық киномызды көрермендерге көрсетуге мүмкіндік туғызып жатқан осы Евразия кинофестиваліне көп рахметімді айтамын. Евразияның өзінің бір ерекшелігі, бұл жерде атақты кинолармен де аты шықпаған киноларда бірге қатысады, сонысы жақсы. Өйткені жай өзің айтып отырсың, жаңағымызда дебютті бар. Бұл жерде жаңа соның биыл ұнағаны ұлттық киномен шетелдік киноның 2 номинациясы болғанына да дұрыс па деп ойлаймын. Өйткені киноның деңгейі енді А болғандықтан бұл фестивалінде бір өзгешелігі болу керек. Сол өзгешелігі бұл жалтақтамай өте жаңағы үлкен деңгейлі киномен де, деңгей жоқ киномен де бірге қатарласып сондай бәйгеге шыққанына өте қуаныштымын. Фестиваль бағдарламасында киногерлер кәсіби тәжірибелерімен бөлісетін шеберлік сабақтары да бар. Және бүгінгі күнде ерекшеленген жоқ. Туран университетінің кино және телевидение академиясының қабырғасында халықаралық байқаудың қазылар алқасының мүшесі, режиссер әрі сценарист Эрнест Абдыжапаровпен кездесу өтті. Енді кинофестиваль ол бізге ортаны береді. Яғни мысалы қазір осы фестивальға келіп біз көп кинолар туралы, қазақтың көп киносы туралы біз естиміз. Анау фестивальда бірден жүлде алды деп, Еуропада жүр деп, Азияда жүр деп, Америкада жүр деп, бірақ өзіміз сол киноларды көре алмаймыз. Өйткені олар прокатқа шықпайды, кинотеатрларда болмайды олар. Ал бұндай сияқты фестиваль ол бізге ең бірінші сол киноларды, біз көрмейтін киноларды көруге ең біріншісі. Ал екіншісі сол киноларға барып бас қосып әңгімелесу, пікір таласу дегендей сияқты. Енді шыны керек кино басылғанда залда көп адам болған жоқ. Негізі бір
зал тек қана бір 10-15%-ға толған ғана болған, бірақ біздің қысқа метражды фильмдердің екінші блогы басталып 10-20 минут өткен сайын адамдар, енді кешігіп келген адамдар да залға кірді, сонымен зал кішкене толырақ болды. И менің киномды көрсеткен кезде негізінде көп күлкілерді естідім, және соған өте риза болдым. Өйткені шынымен қай жерде біз сол қалжыңды ойластырған жерде елдер күледі, қалжың ойластырмаған жерде елдер күлмейді, көреді. Сол ең бастысы деп ойлаймын, негізі кино түсіріп болған соң оны көрерменмен бірге көру және көрерменді есту. Күннің соңына қарай фестиваль қонақтары әзіл кешіне шақырылып, Желтоқсан стендап клубының көрермені болды. Әзірге кинотеатрда бәсекеге қатысып жатқан фильмдердің көрсетілімі жалғасуда. Толығырақ Еуразия кинофестивалінің сайтында.